Танцуй. Бүгін Айханымдарда балетте день нежности деп аталады, день мамы и дочки деген. Соған бірдей цветпен киініп келіңдер деген. Соған үйде сиреневыйға, фиолетовыйға ұқсайтын не бар, соның бәрін киіп тұрған тұрмын. Я балам? Ну как, будем вместе танцевать? Так махать. Осы жасыма дейін балет билейін деп ойламаппын. Надо же десе. Я балам? Баланы дүниеге әкелгеннен кейін оны киіндіріп, тамақтандырып, сондай бір базовый қажеттілігін өтегеннен бөлек, баланы ашуда негізі ата-ананың атқаратын рөлі өте зор. Көп ата-ана жұмыс басты болып, немесе жаңағындай үйде басқа балалармен қол босамай, бір балаға осылай көңіл бөлмей қалуы мүмкін, енді бәрі бірдей деп айтпаймын. Айтайын дегенім, біздің Айханымды бір нәрсені істеме деп ұрсып тоқтата алмайсың. Әбден қалыптасқанбыз. Кез келген тақырыпқа бірінші егжей-тегжейлі түсіндіріп, бір болмайтын нәрсе болса, ол болмайды деп айта салғанда, ол түсініп, беті қайтып кетпейді, ол қазбалап сұрайды: мама, не үшін болмайды, қалай болмайды, сонда мен не істеуім керекпін, мен қалай қабылдауым керекпін. Мен ерінбеймін, соның бәрін түсіндіріп айтам. Көбіне көп негізі Айханымды сөйлескен адам айтады: хороший собеседник, взрослый адамдармен, ересек адамдармен ересек адам сияқты сөйлеседі деп. Енді мен негізі сондай мақсат қуған жоқпын, Айханымды сондай ересек адам сияқты болсын деп. Бірақ осы жерде мұғалімі де бізге отырғызып қойып, тек қана осы жаттығуларды жасап кетіп қалған жоқ. Біз бұл жерде ата-ана мен баланың ортасында қарым-қатынас қаншалықты жақын, қаншалықты дұрыс екенін бағалайтын сұрақтар болды, тесттер болды. Және де қатты ұнағаны, бұл жерде балаға сөз береді: ата-анаңды маған таныстыр деп. Ата-анаға сөз береді: балаңды маған таныстырыңыз деп. Сол жер маған ғажап ұнады. Ешкім дайындалып келген жоқ, бірақ дәп ойымызда не болды, сол уақытта соны айттық. Сол жер маған керемет ұнады. Мына жерде күздікке сиыр малын сойып алсақ та ет керек болып жатыр үйге. Себебі күздігіміз өте семіз шыққаннан кейін шамалы тамақ жасауға майы, шын айтайын, балалар ет теріп кетеді. Енді балаларға жеуге ыңғайлы болсын деп, бірыңғай осындай қол ет, сан ет дегендерден осындай ет алып алдық. Плюс бұл адал ет деген бізде осындай өте халал, таза өнімдер сататын жер бар. Сол жерге барып тұрғаннан кейін творог 3 килограмм. Сырники дайындап қоямын. 2 килограммнан 1 килограммын қаймақпен араластырып жеуге. Мына жерде құстың етінің филесі 2 лоток алдым. Балаларға разнообразие үшін кейде самса жасауға, куриный котлеты жасауға рубленый, соған пайдаланамын. Ал мына жерде тоже өте таза фарш. Мен бірыңғай сол жерден алам қазір. Көңілімнен шықты. 1 килограммнан бөліп қойдым, оны мантыға деп қойып қоям. Ал мына жерде 2 килограммды бірге алып келді. Бірге салып, одан кішкене заготовка дайындаймын. Аңғарып жүрмін, осы Айханыммен сенбі-жексенбі күндері балетке солай шыққан уақытта үйге келгенде дайын тамақ тұрған дұрыс екен. Соған алдын ала тефтели, фрикадельки, пельмени дайындап қойғаным өзіме дұрыс болады екен. Соны ойланып осылай жасап қояйын деп фарш алдыртып жатырмын. Осылай заготовкаларды өздеріңізбен бірге дайындайтын боламыз. Осы доброның барлығы бізге қанша тұрады дейтін болсаңыздар, 35.709 теңге екен. Мына Қарағанды қаласында бізде, енді бұл жердің бағасы қатты қымбат болмайды, бір жақсы жері. Сосын өнімдері өте свежий болады. Ірімшік 1200 теңгеден екен килограммы, филе Алель Агран 2300-ден екен, қалған мына фарш 2750-ден. Ал жаңағында еттердің разнообразиясы жазылып тұр. Соны бәрін қосқан кезде 35.709 теңгеге шықты. Ал енді Аллам бұйыртып жегізсін, бұйыртып өзгерткісін деп кірісеміз өзгертуге. Мынандай бутылкаға салынып, ту жезқазғаннан келген мынандай тұз құртты өзіме қолдануға ыңғайлы етіп, мына жерге шариктер жасап алам. Ал мен осылай жасап болдым. Жаңағы бөтелкедегі құртты жібітіп алдым да, алдын ала осындай шариктер жасап қойдым. Морозильникке алдымен жақсылап қатырып алам да, одан кейін ыңғайлы пластмассовый ыдысқа салып морозильникке ары қарай сақтайтын болам. Кейін керек уақытында сорпаға құрт салу керек болатын болса, барлығын жалпы жібітіп жатпайсыз. Бір ғана шарикті алып, немесе қажет болса сорпаға көбіректеу құрт салу керек болса, 2-3 салуға болады. Осындай лайфхакпен осы соңғы карантинге дейін үйрендік ау деймін осыны. Құрт көжені көп жасадық қой, жаңағы бала босанғаннан кейін. Сол кезде осылай ыңғайлы екеніне көзіміз әбден жеткен. Мына жерге өткенде алған фаршты да шығарып қойдым. Бүгін бұйырса, реті келсе, уақытым болып жатса, көп көлемде пельмень, фрикадельки, тефтели жасап қою керек. Енді үлгіріп жатсам көрермін. Ал мынау бізде негізі қайрақ. Бірақ бұл жерде не қызмет атқарып тұр? Бұл жерде бұл терезеге фиксатор болып тұр.
аны ашып қойған кезде одан бері қарай қатты ашылып кетпейді. Енді баласы бар үйде қауіпсіздіктің шараларын барлығын еске алып, бүкіл нәрселерді соған ыңғайлы жасап жүруіміз керек. Плюс мен сіздерге айтайын, мына жерде біздің терезе өте қатты терлейді. Алла бұйыртса, тоже бір лайфхак жасаймын. Осы терезе терлемеу үшін не істеу керек деген. Себебі каждый раз тамақ істеген сайын бу көтеріледі. Үй ыстық, дала суық болғаннан кейін осылай терлеп, мынаның алдының барлығы су болады. Каждый раз сүртіп алып тұрамыз. Сол болмау үшін не істеу керек деп көп іздендім. Соны енді жүзеге асырам. Сол лайфхагым жұмыс жасаған күні сіздермен де бөлісем. Ал мен мынау құрттан жасалған шариктерді морозильникке қоюға кеттім. Ал менің жақсыларым, мен сіздермен бір маңызды ақпаратпен бөліскім келеді. Мына жерде қонақ келген кезде, үйде балалар бар болғаннан кейін міндетті түрде қолдарына бірдеңе ұстай келеді. Енді мынау Даниссимо деген, былай қарасаңыз, күшті йогурт. Құрамында жаңағыдай клубника мен киви қосылған деп күшті қылып жаңағыдай суреттелген. Сөреде тұрса әркімде алған болар еді. Бірақ енді мына жерін қараңыздар. Мен настолько нәрсенің составына қатты мән беремін, өйткені мен үшін ішкен жегеніміздің барлығы халал болу керек. Анау сөз бар ғой, человек есть то, что он ест дейді. Мына жерде краситель, кармины деген көріп тұрсыздар ма? Кармин деген негізі табиғатта ол қоңыз, қызыл қоңыздар. Пигментациясы керемет устойчивый болғандықтан производитель алады да, оны осылай өзінің өнімдерін қып-қызыл қылып осындай түс бергісі келген кезде қолданады. На самом деле ол харам. Енді ер адамдар әсіресе, сосын кішкентай бөпелері жоқ кісілер оған мән бере қоймауы мүмкін. Бірақ енді мен негізі өзім біреуге сыйлық апара жатсам да, өзім де балаларға бір нәрсе алайын деп жатсам, міндетті түрде өнімнің құрамына қатты мән беремін. Енді сахар, анау мынау деген енді не убийственный состав, а бірақ осындай харам заттар алуға тұрмайтын дүниелер, и балаларға оны үйретіп қойса болады. Мен Айханымға бір рет айттым, бір рет көрсеттім. Е деген нәрселері бар, құрамында Е деген стабилизатор, ароматизатор, красительдері бар нәрсені алмауға тырысады. Дүкенге кірген кезде еліктің лағындай жүгіріп жүреді жаңағы. Маманың составын оқышы деп. Әдетте осы состав дегенді керемет майда жазумен жазады. Мына жерде жақсы жазумен жазылып тұр. Тіпті кейде бір өте бір майда жазумен жазады да, көре алмай қаласың. Кейде болады, алып келесің да үйге келген кезде бірақ аңғарасың. Сондықтан да мен оны қай жағдайда аңғарсам да, мен міндетті түрде, енді құрамында кармины бар, алып келген кісіге үлкен рахмет, Алла разы болсын, ол кісі ондай нәрсені ойламаған ғой. Бірақ менің балаларымның қауіпсіздігі үшін мен ондай нәрсені осылай мусорға тастаймын. Сол сіздерге де кеңес берем, алып жүрген заттардың құрамына үлкен ыждағаттылықпен мән беріңіздер. Потому что тағы да қайталаймын, человек есть то, что он ест дейді. Не жесе сол болады дейді. Хараммен тамақтанған балалардың түбінде қандай тәрбие тәртіп беріп жатсаңыз да, ол жаңағындай ішкен жегеніне қарай, құрылыс материалына қарай өзгереді. Сондықтан да мұқият болыңыздар. Сосын бұрын соңды мен не беретінмін балаларға. Так, Лойс деген чипсыйды. Жақында ғана тоже соның составы туралы бір өте бір тың мағлұмат алдым да, қазір бермеймін. И бір жаман жері, производительдер соның сыртына өзінің жаңағыдай өнімнің таза құрамын жазбай, өтірік жаза салады или вообще жазбайды. А на самом деле жаңа ғылыми тексерістерден кейін ол өте харамы былай тұрсын. Оның сыртында, ішінде оның қаншама растущий дейді ғой, бала өсіп келе жатқан баланың ағзасына тигізетін зиянды тұстар өте көп екен. Тіпті сол Лойсқа, чипсы Лойсқа жаңағындай 6 айлық крысаларға, тышқандарға не жасаймыз деген ғой, тәжірибе. Сол 6 айға жетпеген ғой, өліп қалған. Алла сақтасын, мен итақта балаларға көп бермеймін, бір айына, бір 2 айда, бір айда бір жеуі мүмкін. Оның өзін кішкентай упаковка келсем де, екеуіне бөліп беремін, еще Асхат екеуміз жағаласып жүріп жейміз оны, өйткені балаларға кішкене аз пусть достается деп ше. Ал енді қарап отырсам, ол алуға болмайтын нәрсе екен, көзіміз жетті, Алладан кешірім сұрап, енді ондай нәрсені алмайтын болдым. И Айханымға да түсіндіріп қойдым. Магазинге барғанда ондай нәрсені сұрама, өйткені өндіруші оның сыртына оның таза құрамын жазбаған деп. Оны түсіне қойған баладан айналып кетесің ғой осындайда. Ал балаларымызды киіндіріп, жуындырып, жаңағыдай ішіндіргеннен бөлек не нәрсе беріп жатырмыз, қалай беріп жатырмыз, құрамы қандай, денсаулығына қандай зияны бар, өміріне қандай пайда келеді немесе зиян әкеледі деген тұстарды да қарағанымыз абзалырақ деп ойлаймын. Ал құрметті менің жақсыларым, менің осы видеомды көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма подписаться деген тетікті басып қойыңыз. Міндетті түрде лайк қойып өтіңіз менің еңбегімді бағалап. Және де мен сізге айтарым, менің каналымнан сіз өміріңізді, жаңағындай тұрмысыңызды жеңілдететін көптеген лайфхактармен танысатын боласыз. Сондай лайфхактардың бірі, міне осылай алдын ала көптеген полуфабрикаттар дайындап алу. Ол сіздің действительно тұрмысыңызды жеңілдетеді. Себебі сіз мен сияқты бір жағынан жұмыс басты, бір жағынан кішкентай бөпелері бар ана болған болсаңыз, мен міне баламды сенбі жексенбі күні үйірмелерге апарып жүрген кезде
тамақ істеуге шынымен уақытым болмайды. Сол кезде менің морозильнигімде осындай заготовкалардың дайын болып тұрғаны мені қуантады әрине, ал менің отбасыма сондай дәмді тағамдарды берген әрине олардың жаңағыдай рахаттанып сүйсініп жеп отырғанын көріп, мама рахмет деген сөздерін естіген деген енді мені вообще қанаттандырады. Сондықтан да мына жерде мен бағанағы жібіген уже фаршты үлгіртейін деген мақсатта пельмен дайындайын деп жатырмын. Ол үшін алдымен қамыр дайындап алдым. Міндетті түрде тұз қосамын және жұмыртқа қосамын қамырға. Мұздай сумен қаттырақ қып бұқтырып алдым да, одан кейін күлшеледім. Енді фаршқа кіріскелі жатырмын. Міне ортасында жібімей қалған мұзды фарштарды алып тастап жатырмын. Жібіген фарштарды осы пельмен дайындауға алып жатырмын. Пельменге пайдаланатын ингредиенттерім осы жуа және бұрыш пен тұз. Бөтен ешқандай да дәмдеуіш қоспаймын. Ал фарштың қалғанынан кішкене жібігеннен кейін одан тефтели дайындадым, бірақ оны мен сіздерге көрсете алған жоқпын. Тура сол кезде балаларым жүгіріп кетті, жылап кетті, мазасызданып кетті. Сондықтан да мен экранға түсіре алмадым. Бірақ оны да үлгіртіп, ертеңге арғы күнге деп қалдырмай, тура осы күні тефтели дайындап алдым. Видеоның соңында көрсетем оны да. Мұны фаршқа керегінше дәмдеуштерімді қосып, тұз бен бұрышты және жуаны араластырып алам. Одан кейін алдымен әлі дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Күндіз морозильникке құртты шариктеп салып қойдым ғой. Сол құрттарды алып келем де қазір бөлек-бөлек контейнерлерге салып, осылай жасап қоям. Ерінбеңіздер, негізі осындай құрт болса, бөтелкеде сіздерде де тура осылай шарик сияқты дайындап қойыңыздар. Керек уақытында біреу немесе екі шариктен пайдаланасыздар. Өте уақытыңызды үнемдейді. Әр ет асқан сайын мынаны қалай жібітем деп уайымдап отырмайсыз. Керісінше осылай ойнап күліп жүріп, бір шарик деген оңай алынады ана жерден. Сол үстіп тұрмысты жеңілдету деген өзіміздің қолымызда. Соған бір ерінбей, сәл уақыт табатын болсаңыз, осылай өндіріп істеп алсаңыз бір рет, одан кейін сіз рахатын көресіз да. Пельменді мен осындай Tupperware'дің пельменницасымен жасаймын. Мен бұл пельменницамен пайдаланып жүргеніме 10 жылдан асқан. Және де өте ұнайды өзіме, себебі бір пельменницада 40 ячейка бар. Яғни 40 пельмен дайындауға болады. Сондықтан да осылай нанды домалақтап емес, шамам келгенше 4 бұрыштап жайып жатырмын. Пельменницаның формасына қарай. Бір дайындағанда 40 дайындап аламда. Негізі менің отбасымның порциясы 80 штук. Жай жүргенде, допустим, осы полуфабрикат дайындамасам, осы кешкі асқа немесе түскі асқа дайындап жатсам, мен осы 2 рет жасаймын осы пельменницамен. Сол 2 рет жасағаным менің отбасыма жеткілікті. Ішінде мынандай мерная ложечкасы бар. Сонымен фаршты аламын да, басқа қолыммен, екінші қолыммен осылай жаңағы ячейкаларға, ұяларға салып жатырмын. Және де міндетті түрде жаңағы астына ұн себіңіздер. Өйткені менде тәжірибемде бір рет болған, ұн себуді ұмытып кетіп, осылай әбден жасап болғаннан кейін түсіре алмай әлек болған. Ал мен сіздерге мына жердегі байлығымды көрсетейін. Так, алдың күні түнде жасаған пельмендерді бөлек-бөлек кептіріп, осылай мешочке салып қойдым. Негізі 4 шыққан, кеше ужаға бір рет жасадық. Одан бөлек сіздер көрмедіңіздер, мен за экраном мынандай тефтелилар дайындап қойдым. Тоже осында 2 контейнер болды. 3 рет тамақ жасап жеуге болады. Сосын менен тағы бір лайфхак сіздерге. Мен мындай тамақ ет асқаннан кейін қалады ғой сорпа, соларды осылай бутылкаға құйып қоям. Сосын шетінен тура осылай пельменді қайнатқан кезде сондай сорпаға қайнатсам ғажап болады, ғажап болады. Және де өздеріңіз білесіздер, өзі қонақ келгенде ет асқанда ұзақ қайнайды жағы. Қазір ғылым дәлелдеп жатқан костный бульон дейді ғой. Әбден барлық қынары бар сорпа, соған пісірілген пельмен, ол өте пайдалы, тойымды әрі дәмді болады. Мына жерде менің жаз бойы қапырып шыққан заморозкаларым бар. Шетінен алып вареньені бәрін пайдаланып жүрміз, жеп жүрміз. Мына жерде қатырып қойған помидорларым бар. Завтраққа да қолданып жүрміз, пиццаға да пайдаланып жүрміз. Бұл менде осындай ларь. Еще бұл қай жерде тұрады дейсіз? Бұл спальныйда тұрады менде. Тағы бір лайфхак айтайыншы.
бұрында осыны осылай ашқан кезде холодильникке соғылатын мына есік. Сосын мына жерге біз бір пластмассовый бір нәрсе әкеліп жүретінбіз, жабыстырып. Оны Айсұлтан өзі оранжевый түс болғаннан кейін жұлып ала беретін. Содан бір күні менің ақылды қызым айтады, Айханым: мама, давай повесим эту собачку сюда, дейді. Когда вы дверь открываете, не будет стукнуться, деп. Ой, ғажап, деп соны қойып қойдық, уже бір жыл болды осы жерде тұрғанына. Осылай кейде жаңағындай балалармен де ақылдасып, проблеманы қалай шешеміз деп сұрап тұру керек. Балалар да күшті тың идея береді бізге. Так что бұл собачка қазір Айзияда ходунокпен келіп ойнап тұрады. Кейде жұлып алатын да бар, бірақ орнына қайтадан осылай іліп қоя саламыз. Түкірікпен жабыстырып дейма. Сол мына жерде шубамды іліп қойғам. Әлі далаға киген жоқпын. Киген жоқпын. Кішкене қыртысы жазылсын деп. Бізде керемет аяз болып кетті ғой Қарағандыда.